Саламатсыздар ма? Қазақ тілін қалай өркендетеміз? Адамдар өзара қарым-қатынаста қандай тілді қолданса да, түптеп келгенде ең ардақтысы ана тілі болып қалады. Ана тілі барлық тіл атаулыдан өз ерекшелігімен дараланып, біздің тарихымызбен ұштастырады. Қазаққа тән төл мәдениетімізді ұрпақтан ұрпаққа жалғастыратын осы біздің ана тіліміз қасиетті ұғым. Ана тіліміздің мерейі өзіміздің елімізде үстем болса екен деп мен көп уақыт армандаймын да, және өзін қазақпын деген әр адамның жүрегінде мұндай арман бар. Ол ешқашан өшпейтіні анық. Бірақ енді тек армандап қана емес, қазақ тілінің өркендеуіне әркім күнделікті өз ісімен үлесін қосып жүрсе керемет болар еді. Қазір менің қолымда таро карталары. Осы құралды пайдаланып, таро және мен деген атаумен Инстаграма және YouTube арналарында тароның тегін кеңестерін қазақ тілді тыңдармандарға арнадым. Барлық кеңестер қазақ тілінде ғана айтылады. Осы арналар арқылы алғаш рет басқа елдегі қандас қазақтардың жазған жылы лебіздерін алғанымда мен жердің қай нүктесінде жүрсек те қазақтарды бір-біріне бауырлас етіп жақындататын ана тілі екеніне тағы да көзім жетті. Арналарды ашқанда біріншіден қазақ тіліне қызығушылық артса дедім. Екіншіден осы тароның кеңестерін тыңдаған жандарға өзінің ана тілінде таро кеңестерін жеткізгім келді. Таро карталарының мәні әсіресе біздің қазақ тілді қоғамға сәл жат дүние болғандықтан жақындатып түсінікті еткім келді. Себебі тароның мәні де біздің қазіргі дәуірдегі адамдарға рухани өсудің бірден бір жаңа құралы бола алады деген мен сенімде болдым. Енді таро туралы жалпы өзім алғашқы шығарылымдарда өзімнің түсінігімді мен айтып кетіп жүрдім. Жалпы таро өзіңді танумен бірге өзіңе деген сенімділікті арттырады, жүректерге тек мейірімділіктің дәнін себеді. Мына бір сөздің авторын мен білмейді екенмін. Егер кім біліп жатса, осы төменге комментарий ретінде жазып кетсеңіз жақсы болар еді. Бір өте мағыналы сөз екен. Өмірге келіп, анаңнан алшақтаған сайын, анаңның сүтімен бойыңа таралған бар мейірімділік қасиетті өзіңнен алшақтатпа. Ендеше біздің ана тілімізде ата-бабадан қанмен, сүтпен берілген мұра. Ана тілін жүрек пен рухтың үні деп қабылдауымыз керек сияқты. Енді біз тароға кеңес берейік. Біздің сұрағымыз: қазақ тілін қалай өркендетеміз? Мен осы сұраққа тародан жауап алуды көптен бері көкейімде жүрген болатын. Бүгін сәті түсіпті. Бұл енді өзімнің жеке қызығушылығымнан туындаған сұрақ, бірақ соны енді тыңдармандармен бөліскім келді. Қоғамдағы адамдарды 3 буынға бөлу арқылы тародан жауап алғым келіп тұр. Былай жасайық, бірінші буын жастар болсын, ол 18 бен 30 жастар аралығындағы. Екінші буын 30-35 жастан 70 жасқа дейінгі орта буын болсын. Үшінші буын бұл 70 жастан жоғарғы ата-әжелеріміз болсын. Бірінші буын жастар. Қазақ тілін қалай өркендетеміз? Екінші буын орта буын. Қазақ тілін қалай өркендетеміз?
Үшінші буын. Қазақ тілін қалай өркендетеміз? Біздің жастарымыздың бойында батылдық бар. Өзгерістерге әрқашан дайын. Білімді, өздерінің интеллектуалды іс-әрекеттерінің арқасында үлкен өзгерістерді жасай алады екен. Мына бір өжет жауынгер. Мен өз мақсатыма жету үшін күресуге, тіпті әділдік жолындағы күреске аттануға дайынмын дейді. Енді бұл негізі өзгеріс картасы. Ал енді өзгерістерге күресе білген ғана қол жеткізеді. Ана тілінің деңгейін көтеру үшін біздің жастарға әуелі өзін өзгертуге қарай күресу керек. Өзіңмен күресу бұл ана тілмен байланысты біліміңді ұштай беру. Яғни біздің жастардың барлық жолындағы кедергілерді жеңетін өздерінің бойындағы сенімділігі бар. Өзінің де және ана тілінің де мүддесін қорғайтын күш пен жігер бар. Ана тілін сауатты сөйлеп, толық меңгеретін қабілет бар. Ана тілдің деңгейін көтеретін және ана тілдің мүддесін қорғайтын табандылық бар. Жастар туралы айтқан кезде бір қатты әуендер ойнап жатыр далада. Келесі карта бұл жастарға ескерту жолдайтындай. Себебі егер ақылға қонымды жол таба алмасаң, бұл құр босқа күш жоғалту, қиындықтарға ұрынуға апарады. Сондықтан әрқашан өз көзқарасың болсын. Асығыс жасалған қорытындылар қарым-қатынасты бұзады. Өмір мүмкіндіктері екі жақты. Бір жағы демалумен көңілді жеңіл келсе, екінші жағы қиындықтармен келеді. Мақсатқа жету жолында жеңіл жағымен жүруді таңдасаң, мүддеуді қорғауда қиындықтан қашпа. Қандай жағдай болмасын, сарапқа сал, теңестіре біл, тепе-теңдікті сақтай біл. Материалдық әлемде адамдар өмірден ләззат алу керек. Бірақ мүмкіндіктерді барлық жағынан үйлесімді де пайдалана білген жөн. Бұл карта тепе-теңдіктің барлық жағынан сақталғанын дұрыс деп кеңес береді. Келесі карта аға аркан күш. Жастар кез келген қиындықты жеңетін ең мықты күштің иесі. Бірақ енді күштің екі түрі бар. Бірі қаталдықтан, екіншісі мейірімділіктен таралған күш. Ал карта жастарға мейірімділіктің күшіне ие болуды меңзейді. Бұл өз жүрегіңдегі мейірімді күшті ұйықтатпа. Яғни ана тіліңе деген махаббатты оятып, ана тіліңе деген сүйіспеншілік көзқарасың, ана тілді қадірлеп қастерлеуің бәрі мейірімді күш. Мына картадағы әйел адам арыстанды қатал күштің емес, мейірімді күшпенен бағындырып тұр. Оның әрекетінде төзімділік бар. Мейлі ол арыстанды бар айласын, алдап арбасын, мейлі, бірақ әрекетінің барлығы мейірімділік күшпен байланысты. Енді бұл әйелдің күшіне қызығып та, құрметпен қарауға да әбден тұрады. Олай болса, жастар ана тілге сүйіспеншілігің зор болса, басқалар өзіңді де, ана тіліңді де құрмет тұтады.
қазақ жастары, айналайындар, мінекей қараңыз, қазақ тілінің өркендеуіне үлкен өзгерістер енгізе аласыздар. Яғни қазақ тілінің болашағы өздеріңіз. Мына карталарға қарап мен шынымды айтсам толқып тұрмын. Өйткені осы барлық мына 78 картаның ішіндегі ең мықты күш картасы осы сіздерге шыққанына мен бір жағынан күттім де, бір жағынан сол өзімнің күткенім келгеніне қуанып отырмын. Сондықтан да мүмкін толқып отырғаным содан болар. Жалпы бұл таро карталарының қазақ жастарына қазақ тілі туралы жолдаған бәлкім ең бірінші кеңесі болар. Бірақ дәл осы сәттің тарихта қалатынын мен сезіп тұрмын. Тіпті бұл кеңес те бір уақыттарда кейінгі ұрпақтардың құлағына жетер, себебі бүгінгі әр күніміз ол ертеңгі күннің тарихы. Жастарға жолдауы. Екінші буын. Орта буындағы адамдар қазіргі уақытта бір эмоционалды түрде қиын кездерді әлсін басынан өткеретін сияқты. Бұл мүмкін тіл білмеу, тіл үйренуге қатысты уайымдау, тіл мәселесінен туындаған дауларды шешу, тіл туралы жағымсыз жағдайлармен байланысты шығар. Бірақ көптеген жағдайларда осы орта буын қызметте болсын, іскерлік салада болсын, көп жағдайда осы тілмен байланысты қолайсыздықтарды ұсыныстар беру арқылы өзара бейбіт жолмен шешуге тырысасыз екен. Қазірден бастап орта буын сіздің құзырыңызда қазақ тілінің өркендеуіне жаңа бетбұрыс, жаңа көзқарас, жаңа леп беретін толық мүмкіндік бар. Бұл карта адамдардың өмірдегі басталатын немесе бастауға болатын жаңа бастамасын көрсетеді. Бұл бастама көпшіліктен қолдау табады. Егер сіз бастама бастасаңыз, қазақ тілінің жаңа өмірі басталады деп түсінуге болады. Және ол өзді өзінен өсе береді, тез дамиды. Келесі аға аркан бұл сот. Сот бұл түрлену, трансформация. Біздің енді сұрағымызға орай ана тілдің мәселесіне ескі көзқарас өмірден озды. Баяғы жартас, бір жартас. Мінекей, бұл сөз енді айтылмау керек. Ана тілге басқаша көзбен қарайтын, саналы шешім қабылдайтын кезеңі келгенін көрсетеді. Сот. Аға аркан әділеттілік. Ана тіліміз әділеттің орнағанын қажет етеді. Бұл карта жауапкершілік пен заңдылықтың картасы. Онда заңдастыру, тәртіпке келтіру, жауапкершілікті мойынға алу арқылы орта буын сіздерге осы ана тілге қатысты әділ шешім қабылдау керек болар. Енді бұл карта шын мәнінде жақын арада біздің қазақ тілге қатысты қажеттіліктерді қайта қаралып, жаңағы заң құжаттарына немесе келісім шарттарға қол қойылып қалуы мүмкін. Өйткені бұл заңды мәселелердің әділетті түрде шешілуі дегенде мағынаны білдіреді. Бір жағынан
бұл карта кез келген әділетсіздіктің орнына ерте ме кеш пе әділеттілік орнайтынын көрсетеді. Енді ата бабамыздың аманат еткен ана тілімізге қиянат жасалмаған дұрыс. Келесі карта қандай әдемі жұлдыз, бірақ алыста. Бұл карта біріншіден қазақ тілін өркендету әр адамның өзіне байланысты екенін, әр адамның өз күшіне деген сенімі мен қарқынды қозғалысының қажеттігін көрсетсе, екіншіден бұл сол жұлдызға жету үшін жаңа сүре жол салыну арқылы сәттіліктің келетінін көрсетеді. Енді сүре жол қазақ тілін әлемге жұлдыздай жарқыратып паш ету, лайықты тұғырына қойған сәті сол кезеңге әкеледі. Сүре жол арқылы біз келеміз. Себебі аға аркан жұлдыз бұл арман тілектің, сенімнің бәрібір түбінде орындалатынын көрсететін карта. Неке орта буынға осындай таро кеңестерін айтты. Үшінші буын. Картадан бақытты, ауқатты, қуанышты отбасын көріп тұрсаңыздар, біздің ата әжелеріміз тыныш, жанға жайлы, қанағатпен, барына махаббатпен өмір сүруге лайықты. Мына бір қылышты адам, бұл әділ адамның бейнесін сомдайды. Яғни ата әжелер де өз тағында отырғандай көп нәрсені білетін, тілге шешен, өз отбасында, тіпті айналасына білім мен ақылға негізделген нұсқаулар беретін, дұрыс еместі жазалайтын, дұрысты мақтайтын, осы бір әділдіктің жаршы сындай рөлі болуы керек әжелер мен аталардың. Одан кейін ата әжелерімізде еңбек етумен, өмір күресінен үлкен тәжірибе бар. Жастармен, орта буынмен бөлісіңіздер. Келесі карта. Егер сағынышпен өткеннің жақсысын еске түсірсеңіз, сол ана тілдің өркендеуіне де көп әсер етеді дейді. Қалай? Яғни бұл таро картасының үшінші буынға бір ерекше жолдауы сияқты деп мен түсінемін. Себебі сіздер тіпті өз үйіңізде бала келін немерелеріңізбен үнемі әңгіме дүкен құру арқылы, немесе сол шай ішіп отырғанда арғы аталарыңыздың тарихын, қазақтың салт дәстүрін айтып отырыңыздар. Немерелерге ертегі айтыңыз. Мысалы, мен өзім бала кезімде естіген Керқұла атты Кендебай деген ертегі менің әлі күнге дейін жадымда сақталып қалды. Яғни бұл сіздің әрбір сөзіңіз сол балаларыңыздың құлағында қалатынын көрсетеді. Енді айтатын зат өте көп қой. Қазақтың ойындары туралы айтыңыз немерелеріңізге. Асық ату, тоғызқұмалақ, қанталапай, бестас, бәрі біз бала кезімізде ойнаған ойындар. Одан кейін мына эпостық жырлар бар, Алпамыс батыр, Қобыланды батырлар, қазақтың аңыздары жетіп жатыр. Қозы көрпеш, Баян сұлу, Еңлік кебек, Қыз жібек, Төлеген батыр. Одан кейін
ата бабадан келе жатқан үрдістеріміз бар, иә, мысалы өнерден құсбегілік өнері бар. Яғни бұл карта жалпы ата әжелер өз ошағында, өзінің отбасында отырып та ана тілін өркендетуге үлкен жұмыс атқарады дегенді білдіреді. Енді аға аркан Құдай жолындағы әйел, бас не қызметкер деп те айтылады. Бұл аға аркан үшінші буынның бірінші және екінші буынға тәлім тәрбие беретінін, рухани өсу жағынан да берері көп екендігін көрсетіп тұр. Қандай керемет карталар шықты. Мінекей осындай таро карталары қазақ тілі туралы әр буынның өзінің бір рөлі бар екен, әр буынға бір өзіндік кеңестерін айтты. Бұл тек мен алған карталар бойынша. Егер мен барлық картаны суыра берсем, әрине айта беретін көп болар, бірақ осындай карталар біздің қолымызға ілікті. Тароның кеңестерінен кейін мынадай қазақ мақалы есіме түсіп отыр. Жақыныңды жаттай сыйла, жат жанынан түңілсін. Мінекей, жақын деген сөзді біздің ана тіліміз деп қабылдап, ал жат деген сөзді сырттан келген бөгде адам, тіпті басқа ұлт өкілі деп түсінейік. Әрбір қазақ өз тіліңді мәртебе көріп, төбеңе көтеріп құрметтесе, онда басқа сырттан келген адам да біздің қазақы ортаға, қазақ тіліне тәнті болады. Осы бір түсінікті бізге астарлап ұғындырып тұрған сияқты. Өзіміз енді үнемі ана тілімізде сөйлеп, жүректегі ана тілге деген мейірімді күш арқылы сүйіспеншілігімізді оятсақ, ана тілімізге басқаларды да қызықтыра алсақ, онда біздің қазақ тілі қазақ жеріндегі тұрып жатқан барлық ұлт өкілдерін біріктіретін, тіпті барлығы осы біздің ана тілімізде сөйлейтін ұлы тіл бола алатын сияқты. Және оны ұлы тіл ету өзіміздің қолымызда деп мен ойлаймын. Осымен таро кеңестерін сұрадық, жауабын алдық. Бұл шығарылымды мен Абай атамыздың шумағымен аяқтағым келіп тұр. Ана тілің арың бол, ұятың болып тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Ана тілімізді ардақтап өтейік ағайын. Тароның кеңестері ұнаса, лайк басып, қазақ тілін өркендету туралы өз пікірлеріңізді жазыңыздар және арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Аман сау болыңыздар.